Саз вақалары ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Султан Естакаева çalışам. Қайырлы ақшамлар. Бақчысарай шайырының Вер районының құрылжылық объектлеріні Сергей Аксенов зиярет етті. Оханлай сарайында реставрацион ішлерінің кетешатынен таныш олды. Тамир етілген елларыны ве азбарларыны бақып шықты. Инспекцияның нәтижелері аққында Гүзел Мамбетова девам ете. У нас скорая помощь даже не хочет сюда приезжать. Да? Недавно вызов был, она говорит, по вашей улице мы не приедем. Бақчасарай шерінің Гурзувская сокағында не жаяв, не машнанен кечмек мүмкін. Шер сәкелері иштимаи ағларда Крым елбашчысына мұраджат еттілер. Сергей Аксенов бұл вазиетке стесленіп, наклиет везірлігіне ве шер мемориятының реберлігіне бұл меселены чізмеге авалеті. Масса работ, которые вот сегодня можно проводить, ничего не мешает поставить отдельно людей. Как раз вот сейчас такой этап, когда лишних людей здесь, их не будет. Хансарай федераль эмиет ташыған медени мирас объекты. Мында реставрационный шлер алып барыла. Сергей Аксеновның фікірінже ішчілерінің сайысы етірледі гел. Ханский дворец были, то есть не все в порядке с исполнительной документацией. Хотя, опять же, подрядчики обещают, что количество людей не догонят до нужного количества. Мы видели, что даже в том паспорте, который они там еле-еле нашли, опять же стояло, что не должно работать 45 человек. На объекте вы видели, там было не больше 17 человек, это в общей сложности. При этом, опять же таки, связь видно, что с заказчиком слабая. На самом деле, то есть многие вещи корректировались по ходу. Бұл есе Сақ районының қамышлы койу. Бұл ерде су системасы құрылып бите ята. Объекте тефтеш иле Крымның құрылжылық везірі Михаил Храмов етіп келді. Су системасыны мудеттен эвел эксплуатацияға тапшырмаға истейлер. На водоводе от Ивановского до забора до межгорного гидроузла объект практически готов, уже вода подается, сейчас выполняются уже остаточные работы наладочные. Бучок квартиралы эвнен құрылжылығы графиктен эвел алып барыла. Орехова көйінде Крымның реабилитирілген халқлары үшін чок квартиралы эв құрылывы девам ете. Шымды объекте 12 адам çalışа. Темел ішлері фааль шекілде алып барыла. Кровля, тогда, прям подробно на ближайшие 2 недели. И с количеством человек, минимум 60-70 человек. Бұл есе әнді кезлев. Беден тәрбиесі бойынша яңы мерkezінің құрылжылығы баяғы сәкенлешті. Если за эти 2 недели он не войдет в график и не устранит, все, ничего не обсуждается. Даже мне не звоните. Расторжение контракта и Кировский ФОП сюда. Бақчасарай районының объектлері арасында Сергей Аксенов Кучук Яшлав көйіндегі мектепнің юксек азырлығыны қайт етті. О, ЭПС муниципалитлеріні түшкіріп иле айланып чықмаға істегені ақта қатырлатты. Гүзел Мамбетова, Алим Сейдалиев, Миллет үшін. Еді Құйы районында ондур құрылжылық объектіні Қырымның премьер-везірі Юрий Гаценюк шахсен түшкірді. Не ерде түш қызметшілер графиктен артта қалалар, не ерде есе план бойынша çalışалар. Жевапларыны бізім левхамызда білерсіңіз. Казантип койум bu еді Құйы районында елның сонуна же құрып бітірмеге планлаштырылған 8 фельдшері банай ноқталардан бірі. Үшлерінің кетішатыны тешкермек үшін Қырымның баш везірі Юрий Гаценюк келді. О қайдетті ки шей белгіленген график бойынша алып барыла. Невбеттікі объектте айып әлі койынде айны вазиет. Бұл ерде екімлер дамартасы ярыға азыр. Люди получат удовольствие с точки зрения получения качественного современного медицинского обслуживания. Еді Құйы мейданлық бойынша Қырымның ең бұйық районыдыр. Оның 50 объекті абаданлаштырылуы ве капиталь тамир етілуіне $500 миллиард рублей айырылды. Бөлелерден бірі Щелкино шеріндегі бала бақчасы. Чоқтан бақылмаған бинаның 2 корпусында капиталь тамир кетем. Бұл ал келечекте бала бақча невбетлеріні экселтір. Амма тыш қызметші бір аптаға графиктен артта қала. Шымды енді дам қапатылмақ керек еді. Какие работы сейчас выполняете? Сейчас фактически выполняется работа укладка 3-го слоя ковра. Где здесь написано? Это был предварительный график, сейчас мы его пересогласовали с руководством. Где согласовали? Покажите новый график. Шымды çalışқан Золотая рыбка адлы бала бақчасында да иш девам ете. Қыздыру система монтаж етілуі мойын басамақтыр. Амамында да бір қач күнлік артта қалу бар. Баш везір ерлі акимиетке объектлерде алып барылған ішлеріні қаттыжа көзетмеге авале етті. Ленуза Бурсиетова, Альмаса Блакимова, Арсен Фукала. Миллет үшін.
Янгынчылар Керчте Кирова сокағында чоқ қатлы евде юз берген янгынны сөндірділер. Бұл ақта Қырым Жұмхуриеті февқоляды вазиет везірлігінде хабер еттілер. Нәтижеде бір инсан зарар көрді. Өз көзлерінен көрген инсанлар іштемай ағларда білдірелер ки, янгындан евел олар 9-шы қатта патлав дауышларыны ешіттілер. МЧС идаресінің малыматына көре атыш 40 квадрат метрінде сөндірілді, евде ичбір бұзулар yok. Ахмеджетте мемориал ишарет açıldı. O 1942 senesi Yeysk şehrinde tahliye etilgen ama natsistlerinin öldürülgen 214 terbiyeciге bağışlandı. 2019 senesi natsist işgalcilerine nisbeten açılgan cinayi iş besroka davnosti dep adlandırılgan halkara cemiyet leyhasının neticelerinden biri oldu. Açılış merasiminde Kırım Cumhuriyeti'nin yolbaşçısı Sergey Aksyonov çıkışta bulundu. Мы уже в Халабруне одерживаем победу над фашистами и освобождаем Европу. Очень скучаю и надеюсь, что скоро мы встретимся. Эльмаса Бибулаева Ахмечет районындан келген 8-ші сынып талебесі. Язған иншасындан бір парчаны ифадале оқуй. Бұл ел қыз Қырымда бесрока давности адлы бутон Русие ярашында ғалып чықты. Айтаки картанасы тариф еткен икаялерден илхам алды. Рассказывала истории с фронта много. И вот маленький кусочек из этих историй я решила добавить в свое сочинение. Мемориал ишарет яни 214 бала фаджиясы ақында хатыра. Ташы ачылығы Ахмеджетте 2-ші санлы махсус интернат мектебінде кечті. Тәдбірде Жумхуриет yolbaşçısı Сергей Аксенов иштирак етті. Бұл Ахмеджеттеки балалар evlerinde тербие алған балалар еді. Олар Ейск шеріне тахлие етілген сон 1942 сене октябрь айында öldürüldілер. О том, что случилось, о трагедии, которые никогда не должны повториться. И вот видим, какие испытания проходили наши дети. Это были крымчане, которые не вернулись домой. Вот погибли от рук зверей, по-другому сказать нам невозможно. Тәдбірге Москва Девлет педагогика университетінің студентлері Вему СССР ректоры Алексей Лубков келделер. О булейханын мумлигіні кайт етті. Наши студенты занимаются и поисковой деятельностью, и вот сегодня у них будет зорница, то есть здесь и такие игровые технологии. Ну и самое главное, это сопричастность к нашей истории. Без срока давности адлы лейха улу ватан дженкі дәвірінде СССР тынч и алесының фаджиясы ақында тарихи хатырны сақлап қалмаға дұғыртыла. Бұл сене лейха черчевесінде нацистлерінің жинайетлері ақында 23-ші том нешір етілмесі планлаштырылды. Гүзел Мамбетова, Эрвин Эмиралиев, Миллет үшін. Судақтаки медениет евы 80%-ға азыр ішкі ішлер сонки басамақта. Шерде бала бақчасы тамир етіле, мектеплерге есе оқу елі башланмаздан евел дезинфекция васталары кетіріле. Мезунын девамы біздің левхамызда. Бұл тарақташ көйіндегі капелька адлы яны бала бақчасы. О 110 баланы чағдыра жа құржылық ішлер екенленді бала бақчаның мемориеті лицензия алмақ үшін весиқаларына азырлай. Из-за коронавируса были приостановлены работы отделочные. Сейчас они уже выполнены в полном объеме. И, как я уже ранее сказала, ведется пусконаладка отопительной системы, системы вентиляции и электричества. Мөйсесе çalışып башлаған сон нефбеттелерде қысқартылыр. Шымбы бұл нефбетте 1200-ге яқын бала тұра. Судақ мектеплерінде де оқув елға азырлық кетті. Бұл яз әркез башлаға жа азырлана. Рециркуляторлар, контактсыз термометрлер ве дезинфекция васталары сатын алына дерслерінің жедвелі де денішті. Часть внеурочной деятельности, кружковой работы будет проходить либо в каникулярное время, либо на выходных, либо на природе, если это пешеходный туризм или там есть возможность заниматься на улице. Оқув Мөйсесенің азырлығына тешкермек үшін Қырым Девлет Шурасының рейсі Владимир Константинов келді оғайт етті ки, мұнда Эршей Роспотребнадзор идаресінің тапларына уйғын. Очень хороший кадровый состав, преподавательский. Пожалуй, вот это изюминка этой школы, что они очень серьезно укрепились кадрами, привезли их с материка, специалистов по каждому по своему профилю.
Мектептің өзі де қувандыра бол кырышола, яныланған тедбірлер салыны ве киемлер сақланған ер. Мұнда ерше зиманеви техниканын донатылған оғланлар үшін ұстаханелер бар, қызлар үшін есеттек үджілік ве ашчылықнен оғрашмақ үшін ұдалар. Медениет вегленче объектлеріне де кереклі декат айрыла. Мисал үшін шымды судақта медениет еві реконструкция етілі. Азырлық 80% құрыжылар ішкі ішлерге кечтілер. Ішлерінің ноябрьнің 30-ында екенемеге планлаштыралар. Эльмаса Блакимова, Севель Меметова ве Дмитрий Низовой, Милет үшін. Сынырланууларының үшінші күні Қырым пайтақтының Кемер районларында, Ахмеджет ве Бақчысарай районларында енді сув график бойынша беріліп башланды. Кемер ерлерде шымдалек тек сыжақ су сөндірілді ве сув басымы эксілді. Мұндан соң не олачаға қандай Эльмаса Блакимова? Вот положенную воду польем цветочки. Гүлсім Ильясова Евбекесі соны ер вақыт иқтисат етіп құландым дей. Саутларны чайғаған сонен чечеклерні суара. Қалған ішлерінде де бойлем. Вот стиральную машинку я заполняю полностью, потому что 50 литров на полную загрузку. Не надо стирать смесь, одно полотенце или какие-то вещи. Полную загрузку, да, экономия будет. График тізілген сон, соны кемеркөйлерге тек 4 сатқа берелер. Ильясовлар қорантасы су топлаған бақны сатын алды. Мына емкісіміз бар, 300 литрлік емкіс бар. Бұл емкісіні біз ақшам су бергенде толдырамыз. Бізге Алла шүкір етеу бір күнге. Эмир Чалбашның evinde boş сауыт yok. Шишелер, қазанлар ве банкалар ақшамдан сумен толырыла. Вечером, когда дают воду, не всегда давление слабое, котел не запускается. Конечно, это неудобство. К воде относимся бережно. Ну, вот так обходимся пока. Иқтисат етсек біле, яшамақ мүмкін дейлер адамлар. С 18 до 22. Нас это устраивает. Ну, не тяжело? Нет. Набираем, ничего страшного. Қырым пайтақтында Ахмеджет ве Бақчысарай районларында су график бойынша береле бу 170 bin абонент. Генеральная задача – сохранить запасы в водохранилищах до следующих осадков, потому что иначе не будем иметь воды никакого качества. Приношу свои извинения за те колоссальные неудобства, которые наша организация уже причиняет нашим потребителям. Владимир Баженов ғайтеттіке. Пайтақның Кемер районларында су геже күнтуз берілежек шердің суынен темінлев системасы бойле тізілген. Шымдыке вазиетке бақмадан ЧС низамыны кірсетмеге планлаштырмайлар. Бүгін жерде 4 су ташыған машина қатнай Ахмеджеттеке ев азбарларында ве чок квартиралы евлерде 131 емкіс ерлештірілді да 100-ден зиядесі бала бақчаларында, мектеплерде ве хастаханелерде қойылды. Да 35 су ташыған машина сатын алынacak. Су анбарларыны толдырмағанже графиклер бойле қалacak. Эльмаса Блакимова, Вера Вахидов, Милет үшін. Ахмеджетте екі чок функционалы меркез ве Бақчысарай бөліклері августның 25-ден эпосы қызметлеріні эвелден язылып көстере. Айны бойле шекілді гражданлар азыр нәтижелеріні елде ете білелер. Бұның себебі эпидемияға қаршы нормалар рияет етілігі. Бұнен бірабер меркезлерінің қадемлері қайдетелер ки бұ ал ішінің кейфиетіне тесір етмес. Эслі башлы қырымларға есте ярдым етіп бойле сады еліні көстережеклер. Ахмеджеттеке меркезлерден бірі янында маты залки соқағында енді бірінші келгенлер бар. Ачылуға есе да бір қачдаққа қала. Кірмек үшін мұтлақа маска олмалы. Да бір незарет чаресі евелден язылу вақында талон. Вот подробная инструкция, как взять талон. То есть по предварительной записи? Да, только предварительная запись. Біріншілер сырасында 46 ачық пенчерелерден бірінің өгінде Инна Фисина. Қадын қызына паспорт алмаға ярдым ете ве Ялтаға ішке ашыға. Бұл іш чоқ вақыт алмай, ішіне вақтында барып етер. Ну, естественно, я прочитала это в соцсетях, я услышала это в новостях. То есть об этом информировали достаточно хорошо граждан, ну, на мой взгляд. Виртуаль шекілде евелден язылу пек қолайлы. Профильге кірмек, келішкен күнні ве вақытны сечмек ве язылмақ керек. Бұл іш бір даққадан аз вақытны ала. Чоқ функционал меркезде қайдетелер ки Ахмеджетте екі Бақчысарайда ве Ялтадаки меркезлерден ғайры Қырымда эпосы меркезлер евелки низамда чалыша. Маты залки меркезінде күнделі
айлык норма 1,5 бинге жада. Причем люди и в возрасте, и не в возрасте, и молодые, и пожилые пользуются через портал МФЦ, берут талоны там. Количество услуг, оказанных по общим услугам, по услугам Госкомрегистра, не меняется. Мурачат еткенлерге хатırlаталар, мулкиет укукларының ресмилештірілуі бойынша қызметлер вақтынша көстерілмейжек. Эвелден язылу в сентябрьның 7-сінде қапатылажақ. Бұл ал Госкомрегистр идаресі яңы программ темінлевге кечмесінен бағлы. Қызмет келечек айының орталарында ғайрыдан көстерілежек. Поэтому граждан прошу не волноваться, следить за нашими новостями, за анонсами и ориентироваться на 15 сентября. Сразу хочу сказать, что время, которое граждане недополучат в сентябре, вот в этот период закрытия, который будет не оказывать услуги Госкомрегистра, то мы, соответственно, увеличим время работы МФЦ на то время, которое граждане не получили в сентябре. Сынырланулар не вақыт лағу етілежігіні МФЦ мерkezlerінде айты боламайлар. Бұны мақсус акимиет комиссиясы оз протоколы ile таздықламақ керек. Ленуза Бурсиитова, Тарас Брезицкий, Ирвин Эмиралиев, Милет Ичун. Ёлочка бала еванды алып бақылған 2 яшлы баланын хаста алы доғма. О мөсседе елде етілген дегіл. Бұл ақта Қырым Жұмхуриеті сағлық сақла визірлігінің муавины Антон Лясковский білдірді. Оның сөзлеріне көре бала еванды çalışқан хадимлерінің епіс әрекетлері баланы реабилитация етуде доғыртылған еді. На сегодняшний день ребенок находится в Симферопольской центральной районной клинической больнице. Получает, то есть он полностью компенсирован, ему восстановили нормальное питание, то есть он пьет, кушает с ложечки, не через сон. Хатырлатамыз Ахмеджет Сакины Ольга Крамная ұғланчықны Ёлочка бала евенден алып Василик ресмилештірді. 2 яшлы баланын чоқтан чоқ хасталықлары бар. 74 сантиметр бойлы оғланын чекісі тек 6 кило. Яна ана бала бойлы алға оғрағанында мөссенің хадимлеріні қабатлай. Прокуратура тақиқат комитеті Верусия президенті үгінде бала құқлары бойынша аппарат тешкерулер кечере. Қырымның 60-тан зияды отеле ішкі туристик зияретлер илерленув программасында иштирак етті. Қырымға акцион йолланмалар августның 21-ден 28-не жасатыла. Мұсафырханелер бронь етмек üçün мирпутешествие.рф сайтына кірмек керек. Пара мир төлев системасы картасынен төлемеге вақыт 5% адамларға қайтарыла. Бұл акция ақында біздім Левхамас. И какого числа вы заезжаете? 27.08. 26 августа накануне вечером вам придет СМС-сообщение с данными по автомобилю и по водителю. Александр Абросимов Алуштада Дорт Йылдызлы отельде консьерж олып чалыша. Эрдаха чанарларны қабыл әтешімді Мұсафырхане 100% толу. Бөле шарайты кейфетлі шекелде қызметлер көстерілуі пек мұйым. Мы занимаемся трансферами, мы занимаемся экскурсиями, мы занимаемся сервисом внутри гостиницы. И стараемся это делать не так, как это делает город. Ички туристик зияретлер илерлену в программасыны Ростуризм ишлеп чыгарды. Билетны августның 21-ден 28-неже бронь етмек мүмкін. А гости приедут по этой броне с 1 октября до 20 декабря. То есть вот низкий сезон, который мы хотели бы обратить на который внимание, да, в Крыму наших россиян, это как раз 1 октября по 20 декабря. Я хочу, конечно, ведомлар пек чоқ олмасыны Светлана Нуриманова бегенмей. О хадифе мевсімінде яда кеч көздері атланмаға севе. Қырымда яны акция ақында білген сон, ярымадаға қышта да келмеге қарар алды. Также это выгодное предложение зимой. Приехать в новогодние праздники и отдохнуть, насладиться морем, спа. Акцияда 60-тан зәді отель ве шифахане иштирак етті. Октябрьнің 1-ден кэшбэк ile тек ярымаданын жөнүбі ялысында ратланмақ мүмкін олacak. Туристлерге сахнын мешур чамур шифаханелері ве кезлев санаторийлері қызмет көстережеклер. Сумма возврата от 5 до 15 тысяч, срок пребывания от 4 ночей. Нужно зайти на ресурс мирпутешествий.рф, зарегистрироваться там, рассмотреть все те варианты, которые предлагает Крым. Бұл программаға Русия акимиеті 15 миллиард рублей айырды. Пакет турларыны яда тек яшавны сатын алмаға туристлерге параларының 5%-ны қайтарачақлар. София Шукурова, Севиля Меметова, Рамазан Аливапов, Милет үшін.
Қырымда елінің сонына 100 гектар орман сачмаға планлаштыралар, бөле етіп, ярым ада орманны сақлайық деп адландырылған акцияға қошылды. Бұйыш экология адлы милилиха черчевесінде алып барыла, ешіл фиданлар тезден не ерде пейда олажаға аққында біз зымлев қамыз. Найман көнде сынырсыз тарла bu yerде Қырым чөллері арасында орман сачмаға ниетленелер. Оның мейданлығы 65 гектарны тәшкіл етежек. Трактор ерні қазам, топрақ hazırlana. Әнді көздемінде фиданлар сачылажақ. Бойлеғайы экология адлы милли лейханын қысмы шымды бүтін Русияде орманны сақлайық деген акция кечірілі. Эпісі регионлар іштирак ете Камчаткадан Қырымға же. Ярымадада 100 гектар ерде орман сачмаға планлаштыралар. Это клен ясенелистный, ясень ланцетный, глядичия, дуб, миндаль, вот. Ну и кустарник берючина. Нам определенно доводятся деньги. Вот. И эти деньги мы используем для того, чтобы здесь в степи создать такую красоту. Амма тереклерні сачмақтан әвел топрақ hazırlanmaq керек. Хақшайық көйіндегі бұтарлада әмен ақчы ағач, әскенчік, бадем фиданлары осе. Интерактив хаританын ярдымынен істеген адам терек сача біле. Это будет вот сейчас размещена в сети интернет, для того, чтобы каждый желающий мог увидеть точку, подобрать себе и внести свой вклад в благое дело по восстановлению лесов. Мутехазыслар инды чөлде орман сачылывы бойынша 8 фахайтлерінен пайлашалар. Есть породы более быстро растущие, такие вот как ясень, клен. Буяш орманны Ақшайық районында 2018 сене сачхан еділер фиданлар тұтты. 10-20 елдан сон бұл ерде екені экологик системаға чеверележек. В 2018 году здесь было абсолютно черное поле. Вот, когда приехали сюда на посадку леса, ни единого деревца. Вот, прошло 1,5 года каких-то, и уже есть результат. Бүтін мемлекетте 40-тан зейде миллион терек сачмаға планлаштыралар. Сефи Шукурова, Диана Бекмамбетова, Арсен Фукала, Миллет үшін. Сонки сутка давамында Қырым хастаханелерінден 79 кіші коронавирустан тедавиленіп евге қайтарылды. Ковид-инфекциясы да 34 адамда таздықланды. Бұақта Қырым елбасшысы Сергей Аксенов өзінің ичтимаяқларындаки сайфелерінде хабер етті. Умумен Қырым Жұмхуриетінде 2131 коронавирус хастасы белгіленді. Яқшы олғанларының сайысы 1497 кішіге етті. Сергей Аксенов Қырымлыларыны жема топланған ерлеріні керексіз себеплерінен зиярет етмемеге 2 метрлік хавсызлық месафені қалдырмаға чағырды. Отец территория высокого искусства Серлевала Весекала фильмнің премьер Костерелева Қырымда кечті. Фильм Москвада Алексей Петренконың киностудиясында чықарылды. Оның Муэлефы Весекалы фильмлерінің режиссері устанын Тұлқадыны Азима Расулова Петренко. Бұл ақтабы Зымлев Хамас. Минувших дней. Самоизоляция ве эпидемияға қаршы сынырлануларға бақмадан отец адлы фильм Дүния юзыны көрді. Оның өзіріндеке іште Русия ве Украинаның халық артисті Алексей Петренковның достлары ве зянадашлары іштирак еттілер. Бұл Валерий Георгиев Мариинский театрның беди ребері ве дирижеры Русия халық артистлері Эммануил Витарган ве Валерий Ивченко емді чоқысы дегерлер. Мы хотим вас поздравить с премьерой, выразить огромную благодарность, что вы нам доверили самое ценное. Это вам цветы. Спасибо огромное. Режиссер фильмны Илксефер Костырмек үшін кезлев шерны сечті. Чүнки Қырымны муим вес сыр сақлаған ер деп сая. Я думаю, что сейчас просто все звезды сходятся. Поэтому Евпатория. Чистая земля, чистые люди. Серджелер Илксефер экранда Алексей Петренковның папазына протеере Евгения Сидорычевны көрділер. Олу артист ақында өз қатырлавларынен пайлаша оқырқ елдан зияде ұстаны доғры елға қойған еді. Бұл фильм айлеви дегерліклер бабаның бұйық вазифесі ақында тариф ете. Москвада бұл эстер октябрьде кино evінде көстерілежек. Я думаю, что человек, которому дано природой, он должен быть добрый.
Он должен быть щедрый. Фильм серджерны фикір юрсетовге давет етте бозым девреміздің белі актер Алексей Петренковның нюмесенде Омюр Аркадаш баба Коранта башы кыбы жетлер музакере етілі. Мы посмотрели изумительный фильм, мы пообщались с интереснейшими людьми. Я как чистой воды попил. Спасибо. Фильмге артистның яшайшында белі олмаған кадрлар кырды. Олар кино ve театр устасының яны тарафларını açıp gösterdiler. Elmas Ablakimova ve Евгений Бондарчук, Милет Ичун. Бүгінге bu эпосы хаберлер Милет телеканалындан айырылмаңыз, хайырлы ақшамлар.